Турсунбек Кабатовтың қызы. Люди, которые пишут мне хейт, я уверена, что это просто люди Саула, которые ничего не добились в этой жизни. Вы все Саула, там, колхозы, можно сказать. Я өзіне сын айтқан адамдардың барлығын ауылбайларға теңеп жатыр. Сен ауылбайсың, колхозсың деп. Ал енді қара, сен өзің нағыз ауылбайдың қызы емессің бе? Турсунбек Кабатов біле білсең, Оралдың бір шет жағындағы ауылда туып өскен. Және де ауылбай дейтіндей біздің барлық ақын болыстарымыз, спортшыларымыз, керемет осы қазақ еліне еңбегі сіңген адамдардың барлығы ауылдан шыққан болатын. Ал сен бұл сөзіңмен ауылдағыларды кемсіткің келді ме, түсінбедім. Я в 14 лет умею классно танцевать, умею классно кататься на коньках, умею играть в футбол классно. Және де мен 14 жасымда би билей аламын, күшті, мен волейболды ойнай аламын, мен бүйтем сөйтем деп мақтанып отырсың. Ал енді қара, ол спорт өзің үшін, біз үшін емес. Мына жерде саған сын айтқандары сенің жүріс тұрысыңды дұрыстағысы келгендері, саған сын айтқандары неге үнемі орысша сөйлейсің, неге қазақша сөйлемейсің деп сын айтқандары. Ал сол сын айтқандардың барлығын сен ауылбай деп отырсың. Я шынымен де сен айтып отырсың, мен қазақша тілді ұмытып бара жатырмын. Өйткені мен кішкентай кезімнен бастап ағылшынша мектепте оқимын. Араласатын достарымның барлығы да орысша сөйлейді деп отырсың. Ал неге сен тырыспайсың қазақ бола тұра қазақша сөйлеуге, қазақша ойыңды жеткізуге? Сен өзің қазақтың қызы емессің бе? Айтып отырсың, мен үйде де орысша сөйлеймін деп. Неге? Турсунбек Кабатов, сізге де сұрақ. Неге қыздарыңызға осындай дұрыс тәрбие бермейсіз? Сізден біз мықты сыйлаймыз, мықты азамат ретінде білеміз. Бірақ дей тұрғанмен де қазақ бола тұра қазақтың шаңырағында орысша сөйлеу деген ол дұрыс емес қой. Өзің де талай сынға алған болатынсың. Ауылдан шыққан қазақтың баласымын, қалаға келіп орысша дым білмеймін, талай жерге жұмысқа алмады, театрға орналасқанда да орысша түсінбейтінмін деп өзің қазақтың тілін көтеріп тұрып, ал бірақ қыздарыңыз мынандай болып жатыр. Турсунбек, осыған бір жауап берсеңіз. Қазақ тілін кішкене ұмытып бара жатырмын. Менің достарым бәрі орысша сөйлейді, кем анам бәрі қазақша сөйлеп жатқанда мен орысша сөйлеу мүмкінмін, себебі менің қазақша сөйлеген маған ұнамайды. Қатындарының бір жеріне кіріп кеткен еркектер емес, есектерге айтайын. Сендер есексіңдер таза. Сендер адам емессіңдер. Мен мына оқиғаны көріп, қоғамда осындай адамдар бар екеніне кәдімгідей таңғалып отырмын. Бұндай етіп өмір сүргенше өліп келғаның артық. Өзіңнің анаңды бір какой-то бір қатынның алдында жығып беріп отырсың. Өзіңнің анаңды ит қылып отырсың да, мына оқиғаны тыңдаңыздар. Содан кейін барып пікір жазыңыздар. Сол кезде бір жағам ұстадым мен. Невеста шықпаймын деп жатыр дейді. Я говорю, почему? Пускай это С, боғау сөз С, переоденется дейді. Кім ол десе, енесін айтып тұр. Мұрат секілді малғұнды өздерінің жарнамаларында ешқашан қолданушы болмаңдар, естерінде болсын. Және де қазақтың наны тәтті, бірақ болмысы жат болатындарға айтарым. Біз қазақ халқы әрдайым намысымызды, өз арымызды ең жоғары дәрежеде қоятын халық. Біз өзіміздің намысымызды ешқашанда нанға айырбастаған емес. Сондықтан да бұл салық мәселесі, кәсіп мәселесіне айтарым. Сендер сақ қазақтың кәсібі де жүріп жатыр. Сендер сақ барлығы киімі де бар, түгел тамағы да тойып жүргендерінде болсын. Сендер секілді салықты әрбір қазақстандық төлейді. Сондықтан салық төлеймін, білген істеймін десеңдер, қазақтың тарихы мектепте оқығым келмейді десеңдер, жеті атан жеті күнә десеңдер, қазақ тілінде сөйле деген ауылбай колхоз десеңдер, онда не істеп жүрсіңдер бұл мемлекетте деген сұрақ сендерге. Осыны көріп қазақ халқымыз ментор жобасын жүзеге асырдық. Ішінде қазақтың зиялыларын, Абайды, Міржақыпты, Ахметті барлығын зерттеп, олармен сұхбаттасып, олармен өмірін жүріп өтіп, болмысын танитындай қосымша жасауға біз тырысып жатырмыз күн-түн еңбектен. Себебі осыны көре тұра, біздің болашағымыз бұлыңғыр. Егер біз өзіміздің болмысымызды өзімізді түсінбесек, онда бізде де болашақ жоқ. Осы қосымшаны балаларыңызға, жастарыңызға жеткізіңіздер. Әрбір қазақ алтында, ұрпында, тілінде өзінің нанындай тәтті қылып сүйетін болсын. Оян қазақ, көзіңді аш, көтер бас.